Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта қазақ күресінен және дзюдодан Қазақстан Республикасының чемпионатының жеңімпазы, дзюдо және қазақ күресінен спорт шебері Қабылан Нұрсұлтан бауырымыз. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Рахмет көп шақырып жатқандарыңызға. Алғашқы сұрақ, қай өңірдің тумасысыз және қай жылы дүниеге келдіңіз? Есімім Қабылан Нұрсұлтан. Осы Арқалық қаласының тумасымын. 2003 жылғы боламын. 7 шілдеде дүниеге келгем. Спортқа қалай келдіңіз? Спортқа 13 жасымда келдім. Онда әкем алып келген. 13 жасымда Сайлау Рыздықов Дайынбайчыққа қазақ күресінен ақырындап бастап, сол қазір деңгейде ақырындап келатық. Қандай салмақ дәрежесінде өнер көрсетесіз? 100-ден жоғары. 100-ден жоғары. Бұл абсолютқа ғой. Кітті келсін сол. Керемет. Қазіргі жыл сайын көп талқыланатын Қазақстан барысы жобасына оралайық. Бұл жарысқа еш рет қатысыңыз, әлде қатысатын ойыңыз бар ғой? Иә, қатысатын ойым да бар. Осы келесі жыл. Осыға 2 жыл болды. 2 рет қатыстым. Қазақстан барысына бізде іріктеу өтеді Қостанай қыраны. 2 рет Қостанай қыранына қатысып 2 рет ұтып, Қазақстан барысына 2 рет қатысқан жайым бар. Бірінші Қазақстан барысында бірінші айналымда Қайсар Шәмшәдин деген жігіт ұтып болдым. Осы жылы 3-ші айналымда ұтып болдым Ерасыл Қажыбаевқа. Ерасыл Қажыбаев былтырғы Қазақстан барысының жеңімпазы. Жеңімпазы. Ол жылғы күміс жүлдегер. Ол да анау жай қарсылас емес. Иә. Енді алдағы мақсатыңыз Қазақстан барысын ұтамын деген былай ерік-жігеріңіз, ниетіңіз бар ма? Иә, үмітімде одан да биіктер Олимпиада деп бар. Дзюдодан Олимпиададан бағындыру негізі ойыңыз бар, иә? Құдай қаласа. Барыс, Қазақстан барысы несімен қиын? Осындай конкуренция дейді ғой. Жаңағы жас пен опытный жігіт шыққан кезде білінеді күш-жігері ойындағы. Опытный адамның, ересек адам ғой, қаншама жыл күресте жүр. Ақырындап келеміз бізде ол жасқа. Сол Ерасылдың жасына жеткенше бір Қазақстан барысын бір рет болсын алам деген ойыңыз бар ғой? Құдай қаласа 1-2 жылда алам деген ойым бар. Жеңіске жетіңіз. Сол Қазақстан барысы атан болса, қазақ күресінің Қазақстан барыс, мысалы Торғай өңірі, мысалы Арқалық, мысалы Қостанай өңірінен Қазақстан барысының жеңімпазы жоқ. Сол алғашқы болып жетуіңізге тілектеспіз. Әумин. Енді дзюдоға оралсақ, дзюдода да осы ауыр салмақта өнер көрсетесіз, иә? 100-ден жоғары. Қателеспесек, Қытайда өткен универсиадада осы Қазақстанның көк туын желбіретіп шықтыңыз. 2023 жылы қателеспесем универсиада не болды? Отбор болды Қазақстан универсиадаға, университеттер арасында. Соны Қытай мемлекетіне бардық. Ченду деген қаласына барды ғой деймін. Ол сол жақта ту көтеріп, сол күресіп қойдық. Қанша белдесу болды? Бірінші белдесуде Йота Накамура деген японец бар. Жақсы күреседі. Қазір таңда үлкен ареналарда күресіп жүрген палуан. Сонымен Голден Скорда партерда соңып қалған бар. Голден Скорда уақытында. Ол жігіт сол неден екінші орын алды. Екінші универсиададан финалға шығып, Олимпиада призерін ұтылған жайы бар ол жігіттің. Кореец палуанның. Содан ұтылып қалды ғой. Ол да бір анау-мынау қарсылас емес дейсіз ғой. Мүмкін соны өткен кезде орын алатын бәрін жақсы қарсыласпен шықтым бірінші айналымда. Бақ шабама, бап шабама дегендей, сол бағыңыз жанбай қалды дейсіз ғой. Мүмкін бір жерлерде қателескен шығармын. Дайындық қой. Дайындық та бар. Осы жеңістеріңізге қарағанда негізі көп, оны білеміз. Осы жеңілген кездерде, мысалы, қайта тұрып, қайта күресуге, қайта дайындық жалғастыруға күш-жігерді қайдан аласыз? Әлде отбасыңыздан? Қасымда жүрген адамдар, отбасым, тренерім менің қолдау білдіреді, ақылдарын айтады. Өзімнен де білемін, өзімнен қате кетеді, соны дұрыстауға тырысамын. Осы залға келіп сынбау керек, қанша жерден ұтылсақ та. Күрес деген бірде ұтылыс, бірде жеңіс қой.
негізі қазақтың жігіттері негізі шымыр келеді, осы күреске жақын келеді. Бірақ бізде бір құртатын нәрсе бар. Осылай жеңіске жетіп, осылай әдемі жетістіктер көрсетіп келе жатқан кезде осы тәкаппарлыққа салынады. Сол тәкаппарлыққа салынбаудың жолын, ақыл кеңесіңізді айтып өтсеңіз. Енді адам өзі байқамай қалады деп ойлаймын ондайды. Қасындағы енді көп адамдар қолдайды, нетеді, сол кезде сәл байқамай қала ма деп ойлаймын. Әдейі істейді деп ойламаймын. Білмеймін. Қасында жүрген адамдар ақыл айтып отырса, өзін Көбіне ортасы дейсіз ғой бұзатын, иә. ортасы. Енді любой кезде ортаң қандай болады, сен де сондайсың ғой. Ортаң жақсы болса, сен де жақсысың. Жаман болса, сен солардың біреуісің деген сияқты. Осы соңғы әлем кубогын ұтқан кезіңізде осы арқалық әкімшілік тарапынан осы қолдау білдіріп ақшалай сыйлықтар берілді. Оны білеміз. Сол сияқты осы жеңіске жеткеннен кейін ең үлкен бағалы сыйлық болды ма? Болса қандай болды? Өзіміздің арқалық әкімшілігіне алғысым шексіз. Бізге құрмет көрсетіп, бізді қолдап, марапаттап, біз сол 2 миллиондай қаражат берді. Сол ең көп қаражат сол. Осы соңғы жеңіске жеткеннен кейін қаражат қой. Өзіміздің университетке рахмет көп. Бізді қолдап тоже шақырып, сразу күтіп алып, кәдімгідей керемет болды. Шапан жауып бізге тоже ақшалай қаражат беріп, рахмет көп. Өзіміздің тобыл торғай тарландарына көп рахметімді айтамын. Бізге қай жерге барсақ та витаминімізді беріп, қайда барсақ та қаражатын бөліп, как всегда қолдау білдіретін өзіміздің командамызға рахмет айтамын. Басшыларымызға да көп рахметімді айтамын. Сол пока что сыйлықтар. Сол осы үш жерден. Өзіңіздің жеке бос уақытыңызда айналысатын бір ісіңіз, хоббиіңіз болса айтып өтсеңіз. Бос уақытымда демалыс қой. Демалыста көбінесе далада серуендеу, отбасыммен уақыт өткізу деген сияқты. Сондай. Сіздерде мысалы ауыр салмақта бір жақсы, мысалы салмақ қуып, ондай адам өзін қинайтын ондай нәрселер жасамайсыздар, иә? Мысалы басқа спортшылар болса салмағын қуып, содан кейін мынау бос уақытында өзіне көбіне ұйқыға, демалысқа сондайға арнайды. Сізде мысалы өзіңіздің жеке бос уақытыңызда мысалы атқа міну, серуендеу, кітап оқу деген ондай жеке хоббиіңіз жоқ па? Жоқ, олар бар ғой, конечно. Кітап оқу, барлығы. Жалпы айтып отқаным ғой. Атқа міну, жалпы кітап оқу барлығы бар. Келесі сұрақ. Осы қазақ және дзюдо күресінен ең қиын қарсыластарды айтып өтсеңіз. Қазақ күресінен болса, өзіміздің қазіргі менімен деген жігіттердің біреуі Ерасыл Қажыбаев, Қазақстан барысы, Қарабура дейді, Маңғыстаудың жігіті. Хиттардың Қазақстанның ішінде хиттар в общем айтқанда. Ал дзюдо күресінен? Дзюдо күресінен енді әлемдік неде, әлемдік рейтингте. Бұлай енді жарыста емес, тренировочный схваткада тренермен күрескем. Олимпиада чемпионы, легенда дзюдо. Оқу жаттығу Алматыға келген ол кісі. Сол кезде Қазақстанның бүкіл ауыр салмақтыларын жинап, соның ішіне мен де кіргем. Сол кезде тренерге бізге кішкене өз опытымен бөлісейін деп келгенімізде күрескеніміз, жағыстасқанымыз бар еді. Есімі кім? Теди Рейнер. Теди Рейнер? Білмейсіз. Дзюдо күресін қатты қарай бермеймін. Легенда ғой күрестің. Олимпиада чемпион дейсіз ғой? Үш дүркін. Үш па? Көп общем. 13 рет әлем ұтқым. Кәдімгі схватка болды ғой, күресе. Кәдімгі шын, иә?
жоқ, жарыс емес, Жоқ, тренировочный. сол дайындықтың өзінде сол шын дайындықтың, күрес болды, иә. Айта кетсек, захвата деген замок болды, ұстаған кезде үзілмейді. Неше жаста ол кісі? Ол кісі енді 30, нақтысын білмедім. 40-қа жетіп қалған дейсіз ғой. Иә, 40-қа жетпеген енді, где-то 35-36 Бірақ бабында дейсіз. бабында. Осы 2024-те Олимпиадада Парижде болған. Сол кезде Олимпиада чемпионы болды. Өзі француз, өз жерінде чемпион болды. Дайындық барысында қандай қиындықтар, өзіңіз мысалы ұнатпайтын қандай дайындық әдістері бар? Мысалы мен өзім спортпен айналысқан кезде өзім кросс дейді ғой, қашықтыққа жүгірген жек көремін мысалы өзім. Сол сияқты өзіңіз ұнатпайтын бір тәсілдер бар ма мысалы дайындықта? Күресте оңай нәрсе жоқ қой. Спортта ше, үлкен спортта. Ұнамайды қойған жоқ, істейсің, по-любому істеу керек. Рахаттанасың бірақ та ше. Наоборот, кеме кетсем тренировкаға біртүрлі сезініп өзімді. Сол жаңағы қиындықтардан өткерген кезде сол күні сол қиын әдіс тәсілдерді істегеннен кейін үйге кетіп жатқан кезде жеңіл сезім болады да, өйткені өзіңді жеңесің да, сондай мақсат. Жарыста орын алғаннан кейін олардың барлығы ұмытылады ғой. Ол туралы ұмытып кетесің вообще, жаңағы қиындықтарды, чемпион боласың ғой. Енді алда қандай жарыстар күтіп тұр? Алда енді новый сезон басталады. Тағы да Құдай қаласа 2026. Қазақстан чемпионатынан басталады ғой. Ақырындап бірінші турнирлардан басталады. Осы міне бір ай бұрын Семей қаласында чемпионат қаласында өтті дзюдо күресінен. Сол кезде затор ұтылып қалдым сол кезде. Ғалымжан Қырықбай деген Жамбылдың жігітін ұтылып қалдым. 5-ші орын алдым. Енді көреміз, осы жылы мүмкін сборға шақырып қалар, шетелдерге ересектер арасында күресіп қалармыз деген ой. Дзюдо күресінен ғой жаңағы ұтылып қалғаныңыз, иә? Ал қазақ күресінен? Қазақ күресінен мен 2-ші айналымда ұтылып қалдым. Болмай. Енді кері шығуға дайын боламыз тағы да. Өзіңіздің үлгі тұтатын спортшыңыз бар ма? Болса, аты жөнін айтсаңыз. Сол жаңағы тренер ғой. Сол дейсіз ғой, иә. 3 дүркін әлем чемпионы. 13 дүркін олимпиада чемпионы. Олимпиада 3 ма? 12-де, 16-да. Иә, бірақ 5 рет призер болған. Жалпы 5 рет орын алған, 3-інде чемпион, 2-інде призер болған ғой. Ал қазақ спортшыларынан кімді үлгі тұтасыз? Елдос Сметов дейді мысалы біреулер. Ол кісілерге енді жалпы біз чарждардың үлкен салмақтылардың күресіне қарап солардан не аламыз ғой, сабақ аламыз, қалай күреседі деген. Өзіміздің қазақтар да мықты, бір нәрсе жетіспей жүрсе бізге. Мынау Қазақстан барысы Бейбіт Ыстыбаев деген ағамыз бар мысалы. Ол кісінің күрес өнерінен мысалы өзіңізге бір алғаныңыз болды? Өйткені ол кісі қателеспесем бірнеше рет Қазақстан барысы. Жалпы Қазақстан барысынан орын алған кісілердің барлығын күресін қарағам, көргем. Сол видеолар арқылы сабақ алып, ақырындап өстік. Сол видеолар арқылы көріп. Артыңыздан еріп келе жатқан спортшыларға өзіңіздің бір ақыл кеңесіңіз, насихатыңыз болса, айтып кетсеңіз. Қиындық жерде тоқтамау керек, алға қарай жүре беру керек, сынбау керек. Жалпы күрес емес, спорт емес, өмір сондай ғой. Тоқтамау керек қой, алға баса беру керек. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Алдағы жарыстарыңызда тек қана жеңіс тілейміз.